Қараңғыда адасып, қайғымен, боранмен арпалысып, қыстақ шетіндегі штабыма келдім. Штаб бұзылған мектепке орналасқан еді. Мектеп үйінен 2 кішкене бөлмелер ғана аман қалған. «Бері жүріңіз, жолдас командир, бері жүріңіз» деп мені көре салысымен атқосшы Сенченко үйге ендіре беріп, «Жолдас комиссар да осында отыр» деді. Үй ортасында кішкене темір пештің үстінде сақырлап қайнап құмған тұр. От басында қайнаған суды ернін күйдіре үрлеп ішіп Мадияр отыр. Менімен бірге үйге суық бұрқырай кіріп, буға толтырылды. Сенченко соңымнан лезде есікті тез жапты. «Келдің бе, мен де жаңа зорға жеттім» деді Мадияр. «Ыстық су ішіп, жанымды жаңа ғана шақырып отырмын» деп үстін үрлеп ішіп отыр. Мен асханалардың барлығы таң атқанша ыстық су қайнатып, окоптарға шелекпен тасылып беріліп тұрсын деп бұйырдым. Тым болмаса жігіттердің ішек қарны сумен болса да жылынсын деді ол, ішіп отырғанын тағы да үрлей беріп. Мен орналасқанша қойын қолтығы қарға толған Мамонов кіріп келіп, тұмағының бауын ағыта беріп баяндай бастады. «Барлығы бұйрық бойынша істеліп жатыр, жолдас командир» деді, қызарған бетіндегі еріген қарды қолымен сүрте күлімсіреп. «Фу, дала да түтеп тұр, тыныс алдырар емес, қиямет қайым мұндай болмас». «Бақылаушылар қайда?» деп сұрадым мен. «Оларды шаңғыға мінгізіп аттандырдық. Мына қараңғыда, боранда өзіміздің адамдар бірін-бірі танымай атып жүрмесін» деп үрейленді комиссар. «Жоқ, жолдас комиссар, ол жағына қауіптенбеңіз. Әр ротадан хабаршылар тағайындалды. Белгілі жерде кездесіп, белгілі жерде нысанамен танып, тіл қатысатын еттік. Барлық жағын ойлап, келісіп алдық алдымен», деді кішіпейілді Мамонов. Үстіндегі қарды қағып болып, ол орындыққа орналасты. Командирлер келіп қысқаша баяндап кетіп жатыр. Пешке жақын қызара жылынып отырған Мамонов план-щеткасын ашып, картасын шамның жарығына ұстап қарап: «Жолдас командир, егер Соколово гарнизоны мына боранды пайдаланып, бүгін Соколовоны қалдырғысы келсе, меніңше ол бізді басып өтеді» деп сұқ қолымен картаны нұсқап көрсетті. «Бір жаққа қарай мына даңғыл жол жап-жақын-ақ 4-5 километр. Бұдан басқа жол мынау. Бұл жол өте алыс, мұнымен орағытып жүріп, оның өз тобына қосылуы көп уақыт керек. Әрине, оған мына бізге алып келетін төте даңғыл жолмен тезірек өз тобына қосылуы ыңғайлы» деп Мамонов дұшпанның қимылындағы мүмкін боларлық болжауларын бізге орынды дәлелдермен айта бастады. Біз комиссар екеуміз оның сөзін бұзбай тыңдап отырғанымыз оған қуат болып, ол дұшпан туралы барлық ой-пікірін ағытып айта берді. Мамонов жұмбақ шешкендей Соколоводағы неміс командирінің ішіне кіріп шыққандай, оның ойындағысын тапқысы келіп қайтер екен деген болжаудың бірнешеуін салалап ойлап ойын айтып отыр. Мамоновтың мұндай ойшыл сырын біз білмеуші едік. Ол іскер, адал, момын офицер еді. Сондықтан оның ой-пікірлерін біз таңдана тыңдадық. «Сіз жағдайды дұрыс бағалап отырсыз, жолдас Мамонов, дәлелдеріңіз орынды» дедім оған мен. Ол оған қуана мақтанғандай бұрынғыдан бетер жүзі жарқырап сөйледі. «Я, Соколоводағы немістің халы өте қатерлі хал. Олардың бақытына мына түтеп тұрған боран», деп мақұлдады комиссар. «Егер мына бүгінгі боранды пайдаланып, олар орнынан қозғалып кетпесе, жолдас комиссар, оларға ертең капут», деді Мамонов. «Мына түнді пайдаланып, қараңғыда басып қалып, ол бүгін бізді капут етіп жүрмесін. Оның танктері бар ғой, алдымен танкін жіберіп, бізді інге қуып тығып жатқан шұқырымыздан бас көтертпей атқылап тұрып алып, төбеден басып өтіп кету оған оп-оңай дегенімде,
Мамоновтың түрі қауіптене даусын бәсеңдей сөйледі. Далада ат құлағы көрінбейді, қайда көздеп кімді атарсың, жау қайда, жақын қайда екенін шырттай қараңғыда қалай ажыратарсың, сүйкенбесе жанай өткенді сезер түн емес. Әрине ол барлық ауыр техникасын орнында қалдырып, адамдарын алып өтіп кетуі мүмкін. Барлаушыларды мына түнде алысқа жіберуге болмайды ғой, дедім мен. Егер ол олай істесе мүлдем жаман болар, құтылып кетті десеңші онда оны, деді Мамонов үрейленіп. Бұрын оның ойында ондай жағдайдың мүмкіншілігі болмау керек. Жаудың солай істеуіне өте ыңғайлы бұл жағдай, деп мені комиссар мақұлдады. Техниканы тастап, адамдарын құтқарып алып кету, бірақ қайдам, ол жүрсе техникасын ала жүреді. Не істесек жөн болар екен? Бері қараңыз, Мамонов, дедім мен. Танкке қарсы біздің бір құралымыз бар, бірақ та оны құрау керек дегенінде екеу де маған таңдана қарады. Мен Мамоновтың қолындағы картасын алып, Соколовадан бізге қарай келетін жол сызығын көрсетіп, мына жолды, мына орманнан шыға беріс жерінде қар үйіп бөгеу керек. Жолдың ені 10 метрдей. 20 шақты адамды күректермен ертіп барып, тездеп жолды бөгеңіз. Танк келіп қараңғы түнде тұмсығымен әрлі-берлі түрткілейді. Қараңғыда қайдан білсін, ол басып өте алмастай кедергі көрінеді. Жолдан ол бұрыла алмайды. Бұрылса қарға малтығып бауырлап жатып қалады. Егер үйілген қарды тебіп өтсе өте берсін. Үйілген қардың іргесіне пулемет қойыңыз. Танк артында келе жатқан жаяулар тобын пулемет баж етіп беттен ала түссе, таң атқанша оларды орманнан шығармай әурелейміз. Дұрыс, деді екеуі бірден. Солай етілсін деп қорыттым. Ал енді бар, азаматым, жолды бөгесін. Мамонов тез киініп, адъютант екеуі шығып кетті. Комиссар екеуміз үн қатпастан Соколованы ойлап отырдық. 90 толғанып, өткен күн мен түнді еске түсіріп, ұшы-қиыры жоқ шексіз ойлар келіп басады. Бүгінгі түннің қамы болашақ туралы. Қазір ғана байқадым. Отырған үйімізді көрпеден құрған шымылдық екіге бөлген екен. Шымылдықтың ар жағында үйіліп жатқан үй мүліктерінің арасынан ұйқыларын аша алмай отырған 2 жас балалардың жүзін көрдім. Стол көлеңкесіндегі мүйісте отырған үй иесі әйелге көзім түсті. Солғын түсіндегі тұнық көк көзі бізге қадала қарап, не айтып, не ойлап отырсыңдар, шиеттей балаларым, менің халім не болмақ дегендей қинала, қайғыра қарап отыр. Алдымда отырған әйел көп қорлық, көп қысым, көп кемітуді көріп зарыққан, тарылған, мұңды көзімен мені арбағандай жіберер емес. Оның көзіндегі мұң терең, қайғылы, зарлы мұң, даусы қиналған, даусыз қиналған жанның айқайы. Оның арбауынан зордан өзімді ажыратып алдым. Көзге көз түскенде бір-біріне ажырауының қиын екенін бірінші рет сездім. Бұрын менің көзім ғашық көзімен кездесіп, дұшпанның көзімен арбасып еді. Бүгін мұңы терең, қайғысының шеңбері кең көзбен бірінші рет кездестім. Бұл әйел осы мектептің мұғалимасы екен. Біз отырған бөлмеге оны немістер қуып тыққан екен. Немістің табан асты салған қырғын соғысы, алдағы соғыстың үрейлі қаупі ол әйелді өте жабықтырып, жаншып өзін қартайтқан. Үстіндегі киімі арық денесіне қапталғандай, маңдайынан 2 бөліп таралған жылтыр шашының желкесіне өре түйілген бұрымы бопырап тарқаған. Беті қансыз сұп-сұр. Әйел орнынан ақырын тұрып, пешке ағаш салып шәйнекке су құйды. Мені бір ой қайтадан билеп кетіп, әйел мен Ахметжанның әңгімесіне онша құлақ салмай біраз отырдым.
Соғыс, неміс, қиыншылық, ашаршылық, балалар туралы бірен-саран сөздері алыстан естіледі. Құлағыма оқта-текте бір тиеді. Әйел сөйлегенде бәсең даусынан жәбір көрген, көп уайым жеген адамның арызының сарынын сеземін. Бірақ түгел ұқпаймын. Шымылдықтың шеті ашылғанда қарасам, өңшең жүктің, мүліктің ортасында жатқан балалар. Шешесі оларды бар нәрселерінің оқтан, болат жаңқадан қалқан етіп пана істегені анық көрініп тұр. Даладағы ұлыған боранның сарыны әлі басылар емес. Айналаның барлығы уілдеуде. Жел екпіндей соққанда біз отырған үйдің төбесі сықыр-сықыр етеді. Менің ойым Мамоновта. Боранның әр сықыры маған Мамонов ертіп кеткен 20 жігіттің қар күреп, жолды бөгеп жатқан қимылының хабарындай естіледі. Мама, шөлдедім деген баланың даусы мені ойдан оятты. Жүресінен отырып, от жаққан әйел, шыдай тұрғын қалқам, әлі шай қайнаған жоқ деп жауап қатты баласына. Шақырыңызшы, балаңыз да отқа жылынсын, деді Мадияр. Оны еске салысымен көрпеден жалаң аяқ жүгіріп, 5-6 жасар қыз бала келіп, пешке қолын созып жылынып тұра қалды. Бір бөлке нан мен 2 консервіні алып, даладан Сенченко кіріп келіп, бар болғаны осы, жолдас комиссар деп, ол алып келгенін Мадиярдың алдына қойды. Мадияр пештің үстіне 2 консервіні қойып, наның тас болып қатып қалыпты ғой, жігітім-ау, деді. Маған беріңіз, мен мұны қылышпен шаппасам, пышақпен кесілмес, деп нанды алып отын жарғандай шапқылай бастады Николай. Мұздаған нанның жаңқасын Мадияр алып пештің үстіне қойып жылыта бастағанда, қызған темірге түскен нан уағының күйген иісін сезіп, шымылдықтан 2 баланың асқа телмірген көзі көрінді. Әйелден табақ сұрап алып, Мадияр жылынған консервіні ашып, табаққа салып болған соң, тамақ үй иесімен тәтті дегендей, жеңгей келіңіз, балаларыңызбен үй ішіндегілеріміз бас қосып, от басында отырып тамақ желік деп, үй иесі әйелді балаларымен дастарханға шақырды. Әйел ұяла төмен қарап, қойыңыз тақсыр, астапыралла, жолдас комиссар. Өздеріңіз жей беріңіздер, бұл үйге біз қайбір ие дейсіз. Бұл жердің анық қожасы сіздер, неміс пен біз күтпеген жерден келген мазасыз қонақтар ғана, дедім мен. Сіздер сияқты қонақтарды көптен 2 көзіміз 4 бола күткенбіз, деп, мұғалима даусы дірілдеп, жауап қатып, сөзін аяқтай алмай, еңіреп жылап жіберді. Барлығымыз от басында айнала отырып тамақтандық. Соғыс басталғалы бірінші рет жанұя ішінде тамақ жегенім осы еді. Консерві мен қатқан нанды жеп отырған сүйкімді 3 баланың түріне қарап, олардың байсалды, ақылды, шешесіне қарап, өткен-кеткен ел әйел балалар еске түсті. Қайдан қалған бір түйір қант екенін білмеймін. Сенченко қалтасынан алып, 3-ке бөліп балаларға берді. Балалар қуанып, сілекейлеп сора бастады. Қайғылы көңілді әйел Николайдың өз балаларын ескеріп, тәтті бергеніне тағы көңілі босап, көзінен жасы моншақтап кетті. Осы отырыс әйелді, балаларды, бізді де тербетіп, жорық соғыстарда жүрек түбінде үнсіз жатқан үйді, жарды, баланы, сағынған сезімді оятты. Тым-тырыс біраз отырдық. Мүмкін біз бұлай отырғанда мына боранмен бірге біз отырған үйдің іргесіне дұшпанның танктері келіп қалған болар деген ой менің босап келе жатқан көңілімді қатайтып ширатты. Ах, соғыс, соғыс, сенің көп кезеңіңмен қырық-қырдан алуан түрлі құбылып, жауынгерлерге не көрсетіп, не сездірмедің. Есік ашылды, даладан кірген аяздың будақ буының ішінде үсті басы қырауға бөленген 2 адам кіріп келді.
Кірпігіндегі қырауды қолының сыртымен сүрте беріп, Мамонов Скачковқа қарап, таңданып біраз тұрды да, от басындағы балаларды көріп: «Міне балалар, сендерге 2 аяз ата келді» деп, балалардың түріне қарап қарқ-қарқ күлді. Балалар 2 аяз атаға таңдана қарап, шешесіне жақындап тығыла бастады. «Қорықпаңдар қарақтарым, ағаң ойнап айтады», деді Мадияр. Мамонов белбеуін шешіп, үстіндегі қарын қағып тұрып, баяндай бастады. «Жолдас командир, айтқаныңыздың барлығын орындадық, барар жерге зордан жеттік. Әйтеуір қолдан келгенше бір төбешік етіп қарды үйдік. Күрекпен қарды көтере бергенде жел суырып ала жөнелді. Көп әурелендік, кейіннен қарды шекпенімізбен етектеп тасып, әйтеуір бір төмпешікті үйдік. Не шығарын қайдам, мүмкін қайтадан жел сол үйгенімізді қуалап, суырып жермен жексен етіп жүрмесе. Алдымен бірнеше ағаштарды құлатып алғанда, ол қарды тоқтатар еді ғой», деді Мадияр. «2 ағашты құлаттық, жолдас комиссар. Әттең 20 шақты мина қояр ма едік, бірақ ол бізде жоқ», деп күрсіндім. «Пулемет қойылды ма?» «Бір пулемет орналастырылды», деді Скачков. «Біз үйде отырмыз, солдаттардың бір тобы қостың сыртынан бақылап, мына боранды қараңғы түнде барлауда жүр. Біреулері постыда тұр, біреулері бұрқап тұрған қардан ор аршып жүр. Қалғандары қардан істелген күркешікте бір-біріне жанаса тығылып ұйықтап жатыр. Далада аңдай ұлып, құйындай ұйтқып тұрған боран, сапыра үдей соғып тұрған жел. Генерал Чистяков қайда отыр екен, не ойлап отыр екен? Шехтман мен Кургановтың полктары не істеп жатыр екен? Олар 4 күннен бері қыстақты ала алмай не істеп жатыр екен? Мен полк командирімін. Маған еш нәрсе мәлім емес. Ешкіммен байланысым жоқ. Еш жақтан хабарсыз отырмын. Айналаның бәрі маған зынданда жатқандай қараңғы, белгісіз. Тек ой мен болжау ғана мына жағдайда мені әр жаққа алып барып бір соғады. Кенеттен дұшпан келіп қалса не етпекпін? Мына жағдайда менің халім естімес керең, мен көрмес соқырдың жайынан артық емес. От басындағы әйел маған сұрлана, үрейлене қарайды. Менің ойымдағыларды тапқандай, мен төмен қараймын. «Жолдас командир, ана жақтан пулеметтің даусы шығады», деп Сенченко ентігіп кіріп келді. Біз барлығымыз далаға шықтық. Алыстан безілдей атылған пулеметтің даусы боранды жарып естіледі. Кейде қақалып, кейде тұншыққандай даусы ыдырап-ыдырап естіледі. Баж-баж етіп, кейде үні өше қалып, қайтадан дірілдейді, үдеп соғып тыншиды. «Сол, біздің пулемет даусынан танып тұрмын», деді Мамонов дауысқа қарай құлағын түре тыңдап. Алыстағы пулемет қаруын безілдете арпалыс хабарын бізге жолдауда. Кенеттен оның үні өшті. Біз қауырт құлақ қойып қанша тыңдасақ та қайта үн қатпады. Ұлыған боранның даусынан басқа үн жоқ. «Барлаушылар жіберілсін», дедім мен. Мамонов қараңғыға ғайып болып кетті. Бұзылған үйдің дуалын ықтап тұрмыз. Айналаға құлақ саламыз. Өлдеген желден басқа дыбыс жоқ. Тұрмыз. Барлаушылар ешкіммен кездеспей қайтып келді. Сақ болып таңды күтуден басқа бізде ешқандай дәрмен жоқ. Үйге қайтадан ешқайсымыз енгеніміз жоқ. Жел ұйтқи соғып тұр. Күтпеген жерден шығыстан бір жарық көрінді. Таң ататын кез емес еді. Күйген күннің сәулесіндей аспанға қызара шапшыған ненің жарығы. Жарық ұлғайып өрге көтеріліп, төмен түскен бұлтты қызыл сарғылт түске бояй бастады. «Соколово ғой», дедім мен, маған бұрылып Мұхамедияр шошынғандай. «Я, Соколованың өртінің жалыны болу керек. Дұшпан орнынан қозғалған болар. Қасымдағы барлық офицерлерді
жан-жаққа жұмсап жіберіп, әсіресе Соколово тарапынан сақ болсын деген жарлық бердім. Сарғая күтумен тағы 1-2 сағаттай тұрдық. Өрті өршіп, Соколово жанып жатыр. Біраздан соң өрттің сағын сындырып, бозарып таң ата бастады. Мұхамедияров пен екеуміз түндегі біздің жігіттер шала-пұла жолды бөгеген қар дуалға қарай жүгірдік. Үлкен төбешіктей болып үйілген қар жолдың орманнан шыға берсінде алып жайындай сұлап жатыр. Боран үйілген қарды суырып әкетудің орнына қар үстіне қар үйіп нығыздап тастапты. Осы үйілген қар танктерді жолында өте алмастай бөгет болып, біздің сенімімізді ақтағандай. Соколовоға қарай баратын жолдың үстінде танктың жылан бауыр 2 ізі жатыр. Үйілген қардағы 2 үңгір түнде келген танктың тұмсығының белгісі. Түнде бұл жерде дұшпанның танкі болған екен, деді Мұхамедияров. Мына үйілген қар оны кейін қайтаруға себеп болған. Я, біздің үйген қарымыз неміске басқа жол көрсеткені ап-айқын, ап-анық, деді Мамонов, комиссарды қуана қоштап. Алдыңғы 50-60 қадам жол жағасындағы бір қарайған нәрсеге көзім түсіп, солай қарай жүрдім. Маған комиссар мен Мамонов ілесті. Жолдың жиегінде қар басқан пулеметтің сынық қалдықтары быт-шыт болып жатыр. Оның қасында танктың жылан бауыр, белуардан төмен жанша басып өткен пулеметшінің денесі жатыр. Барлығымыз азамат өлігін көре сала, бас киімдерімізді алып, қол қусырып біраз тұрдық. Мадияр дәті шыдамай еңіреп жылап жіберді. Біздің алдымыздағы жатқан түндегі әлемге жар салып, дұшпанмен жекпе-жек соғысқан ердің денесі екені күмәнсіз. Оның алдында құлаш жетер жерде ердің оғына ұшып қаза тапқан неміс солдаттарының 10-нан аса өліктері жатыр. Мен түрін шырамытқандай болып, қасына жақындап барып, бетіндегі қарды қолыммен қағып сүртіп, еңкейе үңіліп қарап, кеше кеште кездескен Андрей Алешинді таныдым. Соғыста тағдыр алуан түрлі болады. Кеште бүгін осылай жолығысамыз деген кімнің қайсымыздың ойымызда бар еді. О кісі бізге, бүгін түнде бізге немістер келуі мүмкін деп еді. Оларды өткізбестен тоқтатқан жерім осы деп жатыр. Ер өлімімен қаза тапқан Андрей Алешин. Орманнан қос атты шыға келді. Дивизия штабының офицері маған генерал Чистяковтың дәптерінің бір бетін тапсырды. Ойқыш ірі қолмен генерал маған былай деп жазыпты. Дұшпан бүгін түнде Соколовоны тастап кетті. Шехтман полкі оның соңынан қудалауға кетті деп, кейіннен біздің орнымызды Н бригадасының бір тобына тапсырып, бүгін сағат 11-ден қалмай алға баратын жолымызды, міндетімізді бұйырып жазыпты.